Құрметті менің оқырмандарым, көп адамдар лимфа тазалайтын аппаратпен маған келіп 3 күн жатып ем алу, ағза тазалау екеуін шатастырып жатыр. Екеуі екі басқа нәрсе. Лимфа деген ол қан тамыр біздің. Қанымыздағы токсиндарды, қандағы шлактарды, қанның ішіндегі бауыр мен қан бір. Себебі бауыр, былайша қазақша айтқанда, қанның қоймасы. Бауыр май басқаны кетеді, қан тазарады, бұл жерде қан тазарады. Аппаратпен. Аппараттың жұмысы сол. Сол үшін мен аппарат озон арқылы тазалайды. Озонын бөліп шығарады, сосын мен барып озон арқылы лимфаны, қанды тазалайды. Ол аппаратты менен сеанс қып алғаннан көрі, отбасыларыңызбен өздеріңіз үй жағдайында алып, отбасыларыңызбен лимфаны тазалаған өте дұрыс. Лимфа таза болса, сіздің қаныңыз таза деген сөз. Түсіндіңіз ғой? Бауырда жақсы жұмыс жасай бастайды лимфа.